Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Менің атым Жол Арымсын. Маған жиі қойылатын сұрақтардың бірі. Астанада немесе Алматыда өмір сүру ақштың өмір салтынан қалай ерекшеленеді? Қазақстанда өмір сүру не үшін ұнайды? Бірнеше себептері бар. Бірақ мен негізге 6 себебін атап өтейін. Бірінші, қауіпсіздік. Ең үлкен айырмашылықтардың бірі қауіпсіздік. Қазақстанда қылмыс деңгейі төмен. Кісі өлтіру жағдайлары сирек кездеседі. Және ақштың көптеген қалаларымен салыстырғанда, көшеде үйсіз адамдар жоқтың қасы. Мен түнде көшеде еш алаңсыз жүре аламын. Ал ақша көптеген қалаларда түнде емін-еркін жүру қауіптірек. Екінші, өмір сүру құны. Қазақстанның өмір сүру құны ақшпен салыстырғанда төмен. Әсіресе тұрғын үй, көлік және қызмет көрсету салаларындағы бағалар арзан. Үшінші, мәдениет және қонақжайлық. Қазақстан халқы өте қонақжай және жылы шырайлы. Мұнда адамдар арасындағы қарым-қатынас тек бизнеске негізделмей, сенім мен достыққа ұласқан. Қазақстанда қонақжайлық мәдениеті өте күшті. Адамдар қонаққа шақырып, шетелдіктерге көмек көрсетуге әрдайым дайын. Төртінші, инфрақұрылым және сәулет өнері. Астана өте заманауи қала. Мұнда жақсы сақталған жолдар, таза көшелер және ерекше сәулет өнері бар. Алматы мүлдем басқа көрініске ие. Оның таулары мен жасыл алқаптары маған Денвер немесе Сиэтл қалаларын еске түсіреді. Бесінші, бизнес және экономика. Кәсіпкерлер ретінде мен Қазақстанда үлкен мүмкіндіктер елі деп санаймын. Мұнда әлі де түрлі салаларда даму үшін көп мүмкіндіктері бар және бизнес ортасы жыл сайын жақсарып келеді. Алтыншы, табиғат және саяхат. Қазақстанның табиғаты тамаша. Алматының таулары шексіз дала, өзен көлдер мен шатқалдар. Бұл табиғатты сүйетіндер үшін жұмақ. Ал зерттелмеген әсем жерлер әлі де өте көп. Қорытындылай келе, әрине ақшындағы кейбір мәселелерді сағынамын. Әсіресе балаларымды, немеремді және жақын туыстарымды. Бірақ сонымен бірге мен Қазақстанда өмір сүрудің қауіпсіздігі мен қоғамдағы жылы қарым-қатынасты ерекше бағалаймын. Маған құлақ асқандарыңыз үшін рахмет. Алла жар болсын. Сау болыңыздар.